Осы бүгінгі депутаттар 100% осы ұры жүйенің өкілдері болса, біз бар кезде 80% ұры жүйенікі болады. Инвестор деп, бұлай айтқанда сырттан Назарбаев алаяқтарды жинап. Яғни бизнеске инвестиция салғыларыңыз келді, бірақ пара сұрады. Пара сұрайды. Министр. Атқа шапка министрлер. Кім ол? Исекешев Назарбаевтың тапсырмасын неге орындамады? Бүткіл Қазақстан мына криминалдардың, ұрылардың, қылмыскерлердің тілмен айтқаны огородтарға бөлініп қойған. Назарбаев Американың вербовкасына түсіп қалды ма? Шірік екен. Сол жаңа Гефин деген келді, соны сезе қойды ғой. Сол 2010 жылы билікті кімге қалдырып кету керек еді? Иманғали Тасмағамбетов билікте отыр. Менің о кезде кәрі шешем айтты ғой, балам деді, Нұрсұлтан сені де аямайды деді. Біреуді қамап жатар, саяси шешім. Демек, Назарбаев рұқсат бермеген қамауға, бір жағдайда қамалсын деген білдіңіз ба? Елдің көңілін қалдырған, сенімнен шыққан адамдарға қандай теріс бата берер едіңіз? Қараң өшсін деген келеді, қараң өшсін. Қасеке, ештемеден жасқанбаңыз. Ассалаумағалейкум, Адал Адам YouTube арнасының көрермені. Бүгін бізде қонақта 6 мәрте парламент депутаты болған саясаткер Серік Әбдірахманов. Қош келдіңіз аға. Ассалаумағалейкум. Серік аға, бірер күн бұрын әлеуметтік желіге жариялаған үндеуіңізді оқыдық. Тоқаевтың назарына деп жазыпсыз. Сіз қатты алаңдаулы сияқтысыз. Бүгін енді мына жаңа Қазақстан деп жариялаған Тоқаев мырзаның жаңа Қазақстан әлі орнамай жатыр. Ескі Қазақстан, нақтырақ айтсақ, ұры Қазақстан өз күшінен кеткен жоқ. Мүмкін кішкене шегінген болар, бірақ кеткен жоқ та билікті ұстап тұр. Себебі президенттің өзі көп айтқан уәделеріне жете алмады. Қаншерлерді жауапқа тарта алмады, ұрланған ақшаны қайтара алмады. Генералдар бұлай айтқанда айғақтап атқан Назарбаев, қылмыскер, осы төңкеріс ұйымдастыруға ұмтылған Назарбаев деп олар айтып жатыр. Назарбаевты жауапқа тарта алмадық, билік тарта алмады. Жыланның құйрығын басқандай бұл. Енді олар да қауіптеніп отыр. Бір күні Тоқаев мінез көрсете ма? Жоқ, халық билікке келе ма? Міне сонда ұрлардың жауапкершілігі, бұлай айтқанда толыққанды жауапкершілікке тартылады. Сол себептен ұрлығын, ауыр қылмыстарын жасыру үшін олар деген осы жерімізде өрт шығару деген олардың енді бұлай айтқанда сол өрт керек десеңіз соғыс, кіммен соғыс? Әрине, әлгі долларлары қайда жатыр бұлардың? Ана долларларын тартып аламыз. Әрекет жаса. Қалай маған орнат деп тапсырыс алуы мүмкін. Міне сол себептен оның енді түрлері де көп. Соның бірі ел арасы, әлгі ел арасына ірткі салу, біріне қарсы қою. Міне сол менің үндеуім, сол мына ұйғыр ағайындардың бұлай айтқанда намысына тиіп атқан қараңғы жастар, қараңғы кішкене көз ашылмаған саясаткерлер, мұны жағдайды түсінбейтін, баға бере алмайтын өз іс-қимылдарына. Соның басын алу керек те, кішкене бейбітшілік жерде өз елімізде болу үшін әрекет жасауымыз керек. Өтті ықпалды, өтті жігерлі сондай саясат жүргізуіміз керек деп сөйтіп, енді үнеуіме шыққаным ғой. Бір ұлтшылдық, әсіре ұлтшылдықты айтпайтын сияқтысыз. Мәселе не? Қазақ тілін қолдауымыз керек па? Қазақ тілі бұлай айтқанда өшіп жатпаса да, енді бұлай дамып жатқан жоқ бүгін. Қазақ тілі ең біріншіден біздің билікке керек болмай қалды. Мен соны байқап нетіп тұрмын. Қазақ тілін қолдау дегеннің ең жоғарғы деңгейін көрсеткен мына біздің Құдай берген Димаш. Димаштың арқасында
миллиондаған ел дүниеде қазақ тіліне бұрылып, қазақ тілін оқып, қазақ тіліне ұмтылып жатыр. Шаман келсе сол Димаштай шық. Енді әркімнің шамасы келмейді ғой ондайға. Бірақ кедергі жасама. Бір тілді біреуге өз мәдениетіңді, өз сүйкіміңді таяқ алып алып, көшеде жүріп, өзіңе бағындыра алмайсың, насихаттай алмайсың өз мәдениетіңді, тіліңді. Қоян қазақ фильмі шықты, көрген шығарсыз? Иә, мен бір-екі соңғы серияларын көрген жоқпын. Осындай фильмдерде қазақ тілінің дамуына қолданыс аясын кеңейтуге көмектесетін шығар. Қалай ойлайсыз? Енді тарихымызды білген жөн. Тарихымызды білген жөн, сөз жоқ. Енді талантты актерлар, режиссер, бәрі деген өте талантты. Енді менің осы бір 4 сериясын көрдім ғой деймін. Кішкене орыс халық өкілдерін өте бір ұсқынсыз сонсын бір кішкене жат көрсеткен. Көбінесе. Ол болмады деп айтуға болмайды. Ресей патшалығы өзінің енді адамдары өзінің мына қызметкерлер арқылы бізде билігін жүргізді ғой. Бірақ біз ертеңгі күнді ойлауымыз керек. Олардың енді бүткіл қазақтың тарихын Голощекин арқылы да көрсетуге болады. Голощекин. Ертең деген ол Голощекин өзі орыс емес. Бірақ деген сол Голощекинді күнде соның істеген қылықтарын, халқымызды қырғанды қайта көрсетсе, сонда деген бізде міне Армян мен Әзербайжан халқы бір-бірі міне Қарабақ дүние жүзінде сыртта жүргендер ана геноцид деп сол әлгі қырғын түріктер мен армяндардың өткен ғасырдың басында болған жаңағы шиеленіс, жаңағы қырғыздарына, қантөгістеріне апара берді, тату тәтті пәленбай жыл тұрған халық бір-бірімен араздасып, бір-біріне соғыс ашты. Сол себептен бұл деген ұлтаралық жағдай өте нәзік нәрсе. Сол себептен орыс халқымен қарым-қатынасымызды Ресеймен алып көрсек, жақсы, әлгі жаманы да болды, бірақ жақсысы да аз емес. Мен мысалы осыны кейбірді айтам. Енді кейбіреулер деген тек жау, әшейін деген енді ауыздарынан түкірі шығып, жағы деген өзінің бір ыза сондай немен айтады. Біз мемлекеттік тұрғыдан қарасақ, біз деген өте ақылмен қимылдауымыз керек. Кейбіреу айтады, баяғыда аталарымыз айтқан, орыспен дос болсаң, айбалтаң қойныңда болу керек деп. Бүгін айбалта біздің аспайды. Ол ядролық қаруы бар мемлекет екенін ескергеніміз жөн. Бұл жағынан Орбан деген біздің мадияр халқының басшысы өте керемет айтты. Есепке алуымыз керек. Біреумен дос болса, қалтамызда калькулятор кем дегенде болу керек, компьютер болу керек. Орыспен де, көршілермен, Қытаймен де достық, бейбітшіл жағдайда болуымыз керек. Серік аға, жақында Ресей президенті Астанаға келіп кетті. Путин Қасым-Жомарт Кемелұлының аты жөнін айтқан кезде үнемі шатасып жатады. Бұл жолы да жаңылысты, Келемұлы деп айтып қалды. Адам екі жағдайда шатасады, әдейі және ойлағаны жүзеге аспай қалған жағдайда. Қасым-Жомарт Кемелұлынан да аты жөні өте қиын мемлекет басшылары бар ғой. Оның қасында Тоқаевтікі оңайырақ. Енді айтыңызшы, Ресей президенті Тоқаевтың жанына келген кезде қобалжи ма? Қалай ойлайсыз? Оның артында менше басқа нәрсе бар. Қасым-Жомарт Кемелұлы осы президенттік сайлауға шыққанда мен 2 рет үндеу тастадым. Халыққа сүйеніңіз, таза сайлауға барыңыз. Әсіресе мына 5 қаңтардан кейін. Халыққа сүйеніңіз. Парламент халық сайласа, сіз сол халыққа сүйенесіз. Мықты боласыз дегенім ғой, мықты боласыз.
5 қаңтарда Тоқаевтың құзыретін сақтап қалған, президенттік орында сақтап қалған ОДКБ Путин. Енді оған болар болды. Басқа жолы жоқ еді. Басқа жолы жоқ. Назарбаев 30 жыл бойы осы біздің сайлау жүйемізді бұзды. Мемлекеттік құрылымдарды жоқ қылды. Былай айтқанда тәуелсіздікті жекеменшік етіп алды. Билік жекеменшік. Сол себептен Қасым-Жомарт басқа жолмен келе алмас еді президенттікке. Сол себептен 5 қаңтарда амал жоқ, Путин тағдырын шешті. Қазақстанның, біздің президентіміздің. Мен кейбір Қасым-Жомарт Кемелұлы кейбірде сол Ресей жаққа, бұлай кішкене басқа жаққа қарап сөйлеп, еркін, тәуелсіз сөйлеп қалады. Менің жазған хатым осы қаңтардан кейін өзі мына сайлауға ұмтылды ғой, сайлауға. Халыққа сүйеніңіз, халыққа. Халық сайласа мықты боласыз. Халық дегенмен ол кісі Жигули сайлауға барды. Оны Путинде барлаушылар бар, сарапшылар бар, бәрі таразға салып отыр. Лютвак деген бір маман бар. Осы төңкерістерді зерттеп, әлгі практикалық кеңістей ма? Пособие. Қалай төңкерістер ұйымдастыруға болады? Халыққа сүйенбеген басшыны төңкеріс ұйымдастыру оңайдың оңайы көрінеді. Түрлі ондаған. Бұтыл осы тарихымызда, әсіресе соңғы бір ондаған жылдардың ішінде болған төңкерістер қарасақ, халыққа сүйенбеген биліктің жағдайы нық емес, қауіпті. Сол себептен Путин деген кім білсін? Мен де оны кішкене намыстандым. Неге біздің президентіміздің атын жаттап алмайды? Ол әдейі айтып отыр. Әдейі айтып отыр. Әдейі айтып отыр. Деп мен ұғам. Сол себептен Қасекең деген мақұлбектерге сүйенбесін. Ана көріп жатырмыз ғой, кеше Назарбаевтың табанын жалап жүрген Мырзатайлар тағы басқалар, ақсақал, түрлі шапан киеді. 300-дің былай айтқанда Төле би, Қазбек би, Айтеке бидің рөлін ойлайды. Сонда мен солар жақтырмаушым. Міне солар деген бүгін көп тұрып, өздері кеше жағынған, үндемей отырған, міне үндемей отырған шалдар бұлар. Енді кеп тұрып Назарбаевты сатты. Сол себептен Қасым-Жомарт Кемелұлы әлі де кеш емес, халыққа сүйенуі керек. Серік аға, жақында мәжіліс депутаты Ерлан Сайыр бізге берген сұхбатында Клебанов сияқты олигархтар кезінде депутаттарға қысым жасап, көптеген заңдарды өздерінің мүддесіне сай өзгертіп алған деді. Заңдарды, сол заңдарды қазір біз өзгертіп жатырмыз деді. Ерлан Сайыровтың айтып отқан кезеңі сіздің депутат болған уақыттармен сәйкес келеді. Қалай ойлайсыз? Оның сөзінің жаны бар ма? Күлкілі. Күлкілі. Бір депутат халық арқылы сайланған жоқ. Бір депутат. Мына желіде жүр ғой. Ана мұғалім, жас келіншектер бюллетендерді етегінің астына тығып, сасытып, ана неге жәшікке салып жатты. Сөйтіп депутат жасады, дауыс жасады. Сөйтіп сасық бюллетенмен барып отырған депутаттар, міне мен бір заңды емес, ата заңымызды өзгертуіміз керек. Ата заңымызды орындап отырған жоқпыз біз. Олардың бәрі енді ұрланған дауыспен барып 148 адам барып отырды. Біреу сенатор. Енді сол жаңағы депутатпын деп айтуға бұлар деген кішкене яттар болу керек. Ол қандай депутаттар? Ұрланған дауыспен барған депутат қандай деп? Олар деген бұл депутаттардың, мұны мен талай жерде айтып жүрмін, ана ұры топтардың өкілдері.
ұры топтардың өкілдері. Бұлар кейбір кемшіліктерді, кейбір заңдарды жаңа Клебановтың жасағаны. Ол Клебанов деген кімнің адамы деген? Ол Дариға, тағы басқалардың, Назарбаевтың. Бұл деген сол жаңағы Назарбаевтарға қарсы болса, басқа біреу Құлыбаевтарға ыңғайлы заңдарды түзетеді. Білдіңіз бе? Сол себептен бұл заңдарға сіздің әріптестеріңіздің ол кезде қатысы жоқ деп ойлайсыз ба? Жоқ. Біз мына 2000 ең таза адал сайлау 90-шы жылы болды. 94-ші жылы басым көпшілік округтарда дегенмен халық қалаулылар өтті. Одан кейін деген ол бәрі сайлау жасанды болды ғой. Мысалы, кейбір азаматтар 99-ші жылы кейбір азаматтар аттары белгілі азаматтар кейбір округтардан, енді бір 10 шақты адам, оның ішінде Серік Әбделдин ағамыз өтті. Санаулы ғана азаматтар халық қалаулымыз депутатпын деп айтуға моральдық құқық болды. Сол кезде біз заң жасағанда, мысалы, жер сатылмасын деп мен дауысқа 2002 жылы мекен дауысқа қойдым ғана. Сонда 12 адам мені қолдады. Сатылмасын деп мені қолдап дауыс берді. Ана сатылуға қарсы дауыс берді. Қалғандың бәрі мақұл болды. Түсінікті. Сайыров айтады, мына олигархтардың сөзін сөйлейді дейді, заңдар. Ол заңдар кезіндегі депутаттардың кезінде қабылданып кетті деп айтып отыр. Енді қазақта сөз бар ғой, өтірікті өлім әшкерелейді деген. Қазіргі кезде біздің өндіріс орындарында қаншама адам қаза тауып жатыр. Бұл заңның осалдығы сол кездегі депутаттардың жіберіп алған қателігінен емес па? Заң мына 99 жыл келген Серік Әбделдин, соны соңғы бір 10 шақты азамат, 10 шақты депутат, бұлай айтқанда халыққа ма, сол Назарбаевтың ұрылар дайындаған заң жобаларға бір түзетулер енгізуге тырыстық. Сол себептен парламент, депутаттар қабылдаған заң емес, Назарбаевтың ұрылардың дайындап, шегелеп, біздің алдымызға. Біз кейбір айғайлап тұрған бір ұрлықтарына қарсы тұрып шамамыз жеткен болар. Сол себептен ол кезде де парламентте де Назарбаевтың қанша пайызы адамы болды деп айта аласыз? 70% өздері алып отырды. 70% депутаттарды өздері тағайындады. Яғни Сайыровтың сөзінің жаны бар. Яғни заңдарды сол депутаттар басым дауыспен қабылдап жіберді. Сол деп айтуға бола ма? Осы бүгінгі депутаттар 100% осы ұры жүйенің өкілдері болса, біз бар кезде 80% ұры жүйенікі болатын. Амалдарын асырады. Бізде көп әлгі мамандар да жоқ, сарапшыларға беріп, тергеу, тексеру, кейбір заңдардың әлгі бір қитұрқы, кейбір жерлеріне біз жете алмай қалыпта жүрміз. Қалдық. Қателік жібергендеріміз бар. Бірақ біз кезімізде қабылданған заңдардың бәрін мына әбден кәсіптеніп алған, әбден үйреніп алған Назарбаевтың ұры жүйесі. Солар әлі келе жатыр. Мына депутатпын, депутат сымақ кеуделеріне тағып, жылап отырған кейбіреулері бар. Ол парламент емес. Артында халық тұрса, міне, ол депутат, дауысы да шығады. Ол өзі жыламайды депутат. Министрлер жылатады. Біз 10 шақты депутат, Құдай тәубе, Максимовті де жылаттық, талай министрлерді де жылатып, талап етіп, талай ұрлыққа тоқтау, айғылап тұрған ұрлықтарды ақпарат құралдары бізге қатты көмек етті. Кейбір заңдарды өткізіп алдық деп отырсыздар ғой. Кейбір емес, басым көпшілігі ұрылардың қамы. Солардың басым дауысымен қабылданып кетті. Солай деуге болады ғой енді. Енді ArcelorMittal жаңа айтып қалдық қой, енді қанша адамның ажалына себепкер болды сондағы Лакшми-Миттал. Осындай жауапсыз өндірістік қауіпсіздікті сақтамайтын инвесторларды
сонда осындай инвесторлардың қолына қазба байлығымызды қалай өткізіп қойдық? Назарбаев осы қателікті қалай жіберіп алды? Сіз енді ана шетелмен екі ортада дәнекер болдыңыз ғой, Елімай қорын басқарып жүрген кезде. Енді бұл инвестициялық жобалардан құйтырқы саясатынан хабарыңыз бар деп ойлаймын. Енді мұны жалпақ тілмен айтсақ, инвестор деп, былай айтқанда сырттан Назарбаев алаяқтарды жинаған. Мысалы, Кармет комбинат. Металдың ана күнгі берген интервьюларын тыңдадыңыздар ма? Тегін алды ғой металл. Заң бойынша ол деген металл инвестиция саламын деп тегін алды. Оны металл алған жоқ. Әлгі офшор деген жақта Назарбаевтың есеп шоттарына миллиардтар аударды, мынау талап етті. Сонысын кейін қарым-қатынасын халықаралық дәрежедегі заңдарға сай, талаптарға сай өзін заңдастырды. Бұлардың тағы жабық түрде жасағандары бар. Бәрі бар. Оның деген өз құқын. Сол себептен бір инвесторлар емес, негізгі Қазақстанды жұтқан Назарбаев, соның әулеті, соның сыбайластары, соның айланасы. Ел айтады. Соның шетелдегі есеп шотына түсіп отыр деп ойлайсыз ба? Бәрі соған түсіп отыр ғой. Неше түрлі international дейді, LTD дейді, сол офшор жақтан деген компанияларға келеді, солар жұтып отыр. 80% Назарбаев соның алаяқтарымен жұтқан дейді. Қазақстанның 80% байлығын солар жұтқан. Сол себептен ол инвесторларды іздеп. Мына мен яғни сол кезде Назарбаев және оның айналасындағы адамдар шетелдік инвесторлармен келісім шартты мемлекеттің мүддесіне сай емес, өздерінің жеке мүддесіне сай жасаған деп айтуға бола ма? Бұл айдан анық қой. Міне мысалы өмір бойы мынау деген қара алтын, мұнай қайда кетіп атқанын білмейміз. Бағалары шарықтап өсіп атады, бізге табыс қосылып атқан жоқ бюджетке. Қайда кетіп атқаны жоқ. Ал қазір инвестиция анда келді, мұнда келді. Бұл менімше ұрылар арзан бағаға шығарып, пайдаларын офшорларға тығып, сол ұрланған ақшаларды инвестиция деп қайтадан бізге кіргізіп, тағы да есеп шоттардан өткізіп, тағы да шығарып алып, қосып шығарып, сөйтіп тұрып, былай айтқанда 30 жыл тонады. Мысалы, мұнай тасымалдау құбырлары ескірген, дат басқан дейді, құлдырап тұр дейді. Ана мұнай өндіретін заводтардың да жағдай онша жақсы емес дейді. Мынау ТЭЦ жылу энергия беретін ТЭЦтердің қалын осы жаңжал болып, ана Екібастұзда жағы авария болып, бәрі ескірген. Бұлар былай айтқанда ашық тонау ғой. Ешқандай бір мемлекеттік халық деген бұл жемқорларда болған жоқ. Бұлар тек қана ұрлықпен өздерінің қалтасына салумен отырды. Пара бермейтін инвесторларды Қазақстанға кіргізген жоқ, тек қана бір-бірімен өздерімен ауыз жаласатын инвесторларды ғана қабылдады Назарбаев. Солай ма? Мен мына өзім деген қазір бір нәрсе жазып атырмын, соның үшін Тоқаевқа бір хат жазып атырмын. Жалпы енді қазір көп құпиялар маған да белгілі болып атыр. Органдарда істейтін азаматтар бұрын менің айналамда болған, менің ұсыныстарыма байланысты. Біз деген 15-ші жылы Назарбаевқа кіріп тұрып, қолынан хат алып, әйтпесе бұлай ресми түрде басқа есіктермен, әкім министрліктермен жүректесе бәрі жалаңдап отыр. Менің өзімнен пара талап етті. Соны ашуланып хат жазып, Назарбаевқа 15-ші жылы кірдім, айттым, не сұмдық? Менің өзімнен пара сұрайды. Бұлар өлген бақша. Яғни бизнеске инвестиция салғыларыңыз келді, бірақ пара сұрады. Пара сұрайды. Министр. Атқа, шапка, министрлер. Кім ол? Ауыл деген көмекшілері. Созбалыққа салады. Оның технологиясы былай. Сені министр менен деп басқадан да сұрамайды. Қағаздарын көрейік нетейік, қағаздары жатады. Ана инвестор келеді, көмекшілеріне барады. Анауды қағаздары төңкереді, бері төңкеріп, ертең келіңіз, бүрсі күні келіңіз.
тағы біреуге қағаз жібереді. Соны кейін бір күні біреу арнайы соқ көмекші қапшықтары аналармен айтады, енді түсінесіздер, заман сондай, үйту керек, бүйту керек, 10% алып келу керек, білдіңіз ба? 30%. Мына мысалы итальяндықтар жол салды, Алматы Қорғас. Сонда келіп өздері саламыз деген жаңағы несиеге. Сонда жол салушылар 30%-ді бірден алып кел, соны сен саласың. Олар айтты, жоқ, салмаймыз. Соны сен 4 жаңағы неге бөліп, бөлікке салып, соны соң көңіз жаңағы 30%-ке мақұл дегендерді қосқан. Қазір сол жол қиырап жатыр. Міне, мен 15 жыл кіріп, қатымды алып, ол де Серік, мен білесің ғой, бізге инвестиция керек деп, ой, біраз әңгімесін айтып, сен ашуланба, инвестиция тартты, ана жоба, мына жоба, бәрін айт. Мен айттым, онда сіз қолдайсыз ба? Сіздің көмекшілеріңіз де бар ғой, енді көмекші қапшық. Маған келесің, міне Махмұт Қасымбек. Қаттарымды түсірдім, бір тәулікте жаңағы Махмұт менің шәкіртім қолдарын қойып берді. Сол қолға жетемей жүр екен бір үлкен кісілер, миллиардер, 555 деген, Канаданың компаниясы. Мен телефон сақтым, президентімен танысқам, миллиардерлер, бай. Келді, қананы көрді, бастаймыз деді. Сөйтікті оларды анаумен апарып, Исекешев. Ана мәжіліс, мына мәжіліс, мына мәжіліс. Сонда Назарбаев қол қойып, қараңдар. Виза беріп тұр? Виза қараңдар заң шеңберінде. Соның өзінде олар? Оның өзінде миллиардер... Елемей тұр. Тоқтаңыз. Миллиардерлер мемлекеттен кепілдеме сұрамайды. Олар айтады, 2 ТЭЦ салып береміз деді. Біреу 800 миллион, біреу 600 миллион. Бірақ 8 жыл, 10 жыл өзіміз пайдаланып, бәрі ашық, ақшамызды қайтарып аламыз да, сіздерге кілтін тапсырамыз деді. Ой, мақұл, енді керемет қой. 4-ші мұнай өңдеу завод салып береміз. Ой, Исекешев қабылдап, бірінші кездесуде қол шапалақтап. Исекешев Назарбаевтың тапсырмасын неге орындамады? Қазір айтам. Соны соң кейін біз елімай қоры болып, идея. Жаңа 555 деген компаниясы бұл өте қызық. Америкада мол дегендер бар. Ол Диснейленд пен үлкен супермаркеттер қосылғанда мәдени, демалыс сауда орталықтары. Сол 555 деген сол 3 нәрсенің өте алып, сондай орталықтардың біреуі Эдмонтон қаласында Канадада, екеуі Америкада. Соның иесі. Мына қалталы телефонымда соның телефоны бар. Ой, бұлар Назарбаев қол қойды, Диснейленд Астанада саламыз деді. Жерін қарадық, бәрін қарадық. Сол ақырен, соны соң кейін Исекешев анаған тапсырады. Қожаныздаров деген бір әлгі СПК басқарушысы бар. Олар әңгіме бірінен кейін миллиардер 3 рет Канададан ұшып келді. Міне Назарбаев қолдады. Сенеміз, бастаймыз. Қолға жете алмай жүрген Назарбаевтың. Соны сейін ақырын суый бастады. Қожаныздаровқа барамыз. Қожаныздаров ана миллиардердің алдында тұрады да, мына өзінің маникюрін қарап отырады. Қожаназаров? Иә, СПК-ның бастығы, СПК бар ғой, әлгі әлеуметтік. Аты құрсынан. Иә. Министрлерге барамыз. Мұнай, несіне Тиесіп деген Темір Құлыбаевтың қалтасы деген орынбасары бар екен. Жаңа миллиардер келді, Ал-Рахмани деген, сол жаңағы алыптардың өзі иесі ақша салым. Миллиардер оған ақша өзі салады, өзі шешеді. Иә, кепілдік ештеме жоқ, айтты саламыз деді. Сіздерге керек, оның 1000 оңғы дей ма, скважиналар. Иә, бар екен. Заводтар бар өздерінің жаңа мұнай өңдеп. Сөйтсе, тиесіп, ана отырған жерде жатып алып, шалапылы ағылшыны бар екен. Анау керек жоқ, мынау керек жоқ. Ол деген өңдеу заводта 10 жыл салу керек. Анау деген ашуланды. Мен өзімдікін ана Техаста 1,5 жылда салдым дедім. Сен не деп отырсың? Маған айтты, кеттік деді, мынау. Ешқандай қызығушылық да жоқ. Темір жолға бардық. Оған да қызықты, Алпысбаев деген тура сол жатып алды, шалқайып. Анау керек жоқ, мынау керек, тіпті керек жоқ. Біз инвестициялық темір жолдың көтерейік.
өзіміз көтереміз, бірге істейміз, СП құрамыз деді. Сөйтсе анау жатып алып бізге соны Серік кеттік деп белгі беріп шықтық. Сыртқа шығып, Али Рахмани Массачусетс университетін бітірген доктор, білімді. Ал айтады, мынау деді ауру адам деді. Американың темір жолдары инвестицияны талап етеді. Қазақстанның темір жолы талап етпейді. Анау ауру деді. Сөйтсек, әлгі есек кешіп созады, алпыспайып созады, тиесіп созады, созады. Назарбаевтың ол тапсырысы екен. Ол маған көріп қолымды қысады, ана қолтаңның басын қояды да, соны сен ана Махмұтқа ма аналарға көзін қысады. Көзін қысады, пошел он деп тұр сөйтіп айтады екен. Шығып кеткеннен кейін. Себеп бүткіл Қазақстан мына криминалдардың, ұрылардың, қылмыскерлердің тілмен айтқаны огородтарға бөлініп қойған екен. Мынау Темірдің мұнай огороды, телеком тағы сол Назарбаевтардікі, анау кім еді анау жанында жүргендер, Нұртайдың огороды, Кәрімнің огороды. Яғни бөтенді бұл огородқа кіргізбейді. Иә, кіргізбейді. Бір жерлер тұр екен Астанада. 10 жыл салынбаған өте керемет, талай инвесторлар қызығып өшірді, бірдеме жасайық. Ол дейді Дариғаның огороды. 10 жылға бұрын алып қойған. Білдіңіз бе? Сол себепте Қазақстанды бөліп алған. Бәрін бөліп алған. Назарбаев оны біледі, оның ұрсаты, оның өзінің туыстарына, Дариғасына, Рахатына, Тимурына Назарбаев өзі сатады екен. Өзі сатады екен сауда. Сауда өз арасында болады. Мен маған ұрсат берем, сен маған пәленбай аударасың. Қазір мына таксистер әңгімелеп жүр. Мына оң жағалауда өзінің әлгі бір аралда тұрады ғой. Соның аралда бірнеше бір 10 шақты коттедждер үлкен әлгі қашаның арасында салынып жатыр. Соны жақын енді былай айтау сол билікпен араласып біреулер шығарса керек. Назарбаев өзінің қыздарына да, жақындарына да қазірдің өзінде сатып отыр деген сөз бар. Сол себептен мен әлгі ұры-жүйе, Қасеке, халыққа жақын болыңыз дегеніміз, мына ұры-жүйені кетірмей. Білдіңіз ба? Мына огородтарды тәуелсіздік орнаталамаймыз. Халық Дәурен Батыр ең өте бір күрделі нәрсе білуіміз керек. Мына тәуелсіздікке халықтың қатысы жоқ. Сырт тәуелсіздікті жүргізетін мына ұры-жүйе. Бұлар деген кім Қасым-Жомарт Кемелұлының да құзыреттерін шектеп тастаған. Көмекшілерді керек отырғызған. Ақордада сол ұры-жүйенің өкілдері толып отыр. Бір жыл бұрын сұхбатыңызда айтып едіңіз, осы яғни ол ойыңызда айнаған жоқсыз. Яғни Тоқаевқа еркіндік берген жоқ деген, әлі сол ойыңызда жүрсіз ғой, нақтылап атың. Мемлекеттік билік халыққа тәуелді емес. Бәрін жасап отырған сол ұры топтар. Енді парламенттің құрамын қараңыздар. Ананың анасы, мынаның мынасы. Соны білетіндер. Осы жауабыңыздан кейін бірнеше сұрақ туып отыр, оның шетінен тарқата жатармыз. Енді жаңа бағана бір ой келіп тұр, ТЭЦ салатын инвесторларды алып келдім дедіңіз ғой. Егер сол кезеңде жоба іске асып кеткен кезде, былтырғыдай Екібастұздағы ТЭЦ апат болмас еді. Сол жақта ТЭЦ-те апаттар болды ғой. Сондайларын алдын алған болар едік. Егер бұндай жобалар уақытылы іске асқан болса. Жарайды, ол басқа мәселе. Енді осыған бір кішкентай ғана қосайын, қысқа. Әні күні орыс, Ресей, Путин келіп, оның делегациялар 3 ТЭЦ салатын болды Қазақстанда. Біз деген 15 жыл ұсыныс бердік. 2 ТЭЦ. Ол 2 ТЭЦ өкіметтің әлгі бірінші кезеңде инвестиция тарту деген тізімінде тұрған. 15 жылы ақшасын алып кеп біз салып береміз деді. 15 жыл, міне 8 жыл өтті. Уақыт өткізіп жауапқа тарту керек. Есекешіптерді, инвестицияларды, жаңа огородтарды қорғыштап жүргендерді жауапқа тарту керек. Инвестицияның басында Есекешіптің өзі отырды ғой біраз жыл. Өзі отырды ғой. Астанаға да ешкімді жіберген жоқ.
бірде-бір инвестициялық бағдарлама жүзеге асқан жоқ. Бір бұйым, дайым бұйым шығармаймыз. Дайым бұйым шығармаймыз. Түсінікті. Енді аға, сіз Қазақстанның экономикалық даму жоспарын жасадыңыз. Сұхбаттарыңыздан бәрін тыңдағанда мен біліп алдым осыны. Яғни Қазақстанның Маршалл жоспары. Оның аясында бірнеше жобалар әзірледіңіздер, сосын 93 жылы барып, ақш-тың Госдепартаментінде таныстырып қорғадыңыздар. Боб Доуэллдардың алдында. Енді ақш Маршалл жоспарын не үшін жасағанын сіз жақсы білуіңіз керек. ақш оны бекерден бекер жасамайды, және бекерден бекер көмектеспейді. Судың да сұрауы бар. Енді осы жобаларды қорғағаннан кейін сіздерге Госдепартамент тарапынан қандай да бір шарттар қойылды ма? Бұл бір деп қойыңыз, қаперіңізді сақтап отырыңыз. Және осы сапарда Назарбаев қатты өзгерді дедіңіз. Яғни ақш-тың саясаткерлері, Қазақгейт жанжалымен танымал болған Джеймс Гиффин сияқты америкалық бизнесмендер Назарбаевты тәсіпсінен жаңылдырды деп айттыңыз. Осы жерде бір сұрақ туып тұр. Ол Назарбаев Американың вербовкасына түсіп қалды ма? Әлде енді оны қуу айлакер дейсіз ғой, мемлекет мүддесі үшін сондай қадамдарға барып, америкалықтардың өздерін сан соқтырып кетті ма? Қалыптасып қалған бір не бар, Маршалл жобасы, Америка, доллар, бәрін сол әлгі неоколониалдық басып алу нет. Маршалл жобасының негізгі өзінде ешқандай бір қитұрғы, қулық іштеме жоқ. Ол арғыртай банкілер арқылы жұмыс істегенде сол жаңа құлықтарын салады, басшылармен, мемлекет басшыларымен келіседі. Білдіңіз бе? Иә, сол. Алдына біздің кішкентай сомадан 2,5 миллиард доллар бастамақ болдық. Мен сол кезде деген енді Назарбаевтың мемлекеттің атынан барып берген құзыреттің арқасында Маргарет Тэтчермен ағылшында кездестім. Джон Мейджермен кездестім, консервативтік партияның лидерлер. Демек батыс, былай айтқанда батасын берді ниетті. Ал жаңа біздің дайындаған мәселеміз, біздің қаржылық қалыптастырған схема, біз өзіміз арқылы, бізге еркіндік берілген. Бізде өте мықты мамандар болды. Біз деген сол Малайзия, Сингапурда істеген мамандарды пайдаландық. Олар бізге келіп бірден айтты. Біз деген валюта қорының, халықаралық валюта қорының ілгегіне түспеуіміз керек деді. Бүкіл әлгі дүниежүзілік банкының ілгегіне түспеуіміз керек. Сол үшін біз елімаймен қосылып, мынандай әрекеттер жасаймыз. Еркіндік бізде, жариялық түрде, парламенттің рөлі. Әрине, оны сол жаңа біз сондай сарапшы ақылшыларды таптық. Еркін. Ал Назарбаевтың бұзылуы Джеймс Гиффинмен танысып қалды. Джеймс Гиффин деген 92 жылы Біріккен ұлттар ұйымына мен делегация құрамында барып, бір бағытта демократия мәселелерін талқылап, президенттің партиясын құру мәселесін талқылап, оны маған тапсырып, қайтар жолымызда біздің ұшаққа 92 жылы қазан айының басында Джеймс Гиффин отырды. Бітті. Әне жерде деген бұлар ажырамас. Жандарында виски, Джеймс Гиффин деген енді сұмдық екен, психолог па не ма? Әрине біз әңгімелердің олай не туралы айтты, қалай айтты, біздің көзімізше ол әлгі өздерінің әңгімелер. Бірақ екеулері деген енді түрді қоян қолтық, бір туғандай. Гиффин не айтқан болуы мүмкін ол кезде? Енді ол деген атқа чапка, Қазақстанда огородқа бөліп таста. Яғни вербовкаға түсіп қалды деп айтуға бола ма Назарбаевта? Жоқ, ол деген мына кімнің құлқына ашылып кетті Назарбаевтың өзінің. Оғанда халықаралық валюта қоры, тағы басқа халықаралық батыс қаржыгерлері бұған ондай ұрлыққа бар деген ондай ешкім жоқ оны. Ол да өзінің құлқыны ғой. Өзі жарымаған тексіз екен ғой, тексіз шірік екен. Сол жаңа Гиффин деген келді, соны сезе қойды ғой.
Оның жанында жаңағы Нұртай, Ахметжан, сонысың кейін енді ол да Гиффенде өзінің қалтасын ойлап отыр ғой. Сол өзінің қалтасы үшін Назарбаевты да енді алдап соқты айтқанда, Назарбаев оны емес, ол Назарбаевты алдап соққан сияқты. Ол деген айтты ғой, бірге ұрлайық деді ғой. Яғни екеуі бір-біріне сай болып тұр. Әрине. Иә, ол деген әрине. Металл айтты ғой. Сот деп еді, міне әлгі бір суреті, бір күліп тұрған суретін беріпті да, металдың сөзімен. Күліп тұр ол деген. Оны егерде сот қараса, көп нәрселер шығады деді. Назарбаевтың аты шығатыны анық болып тұр ғой. Жалпы Назарбаев пророссийский политик болды ма, әлде проамериканский политик болды ма? Құлқынның политикі болды, құлқынның. Оған Америкада керек жоқ, оған басқада керек жоқ, Қазақстан керек жоқ. Ол баю болды, баю. Оны ақша жасау, баю болды. Кіріп кетті ғой. Енді осындай бай мемлекетпіз. Жер қазба байлықтарымызды осы тұрғындарымыздың адам санына шақсақ, біз дүниеде бірінші орында тұр екенбіз да. Ол деген бірінші кезде ол бұзылмай тұрып, кішкене көпшілік халықтан сескеніп нетіп тұр. Ол 90-шы жылы сайлауды көрді, халықтың көтерілгенін көрді. Кішкене сол деген сескеніп, сөйтіп, әлгі Кувейттен озамыз деген сондай сөздер бар. Кувейт. Кейін деген ол ақыры мына алаяқ Джеймс Гиффин. Бұл деген жай Қатардағы бір алаяқ емес. Бұл өтті деген енді кәсіптенген. Талай Африкаларды басшыларды қолға түсірген сондай бұл барлаушы. Білдіңіз ба? Бұл деген барлаушы болғанда ол да ақштың барлаушысы. Әрине ақштың демек, ақштың барлаушысының қақпанына түсті деген сөз, ол ақштың қақпанына түсті деген сөз ғой. Енді бұл деген мемлекеттік, ол енді ақштың мемлекеттігі бір барлау, олардың жағы құрылымдары, олар мемлекеттің ішінде мемлекеттік. Мен маман емеспін, сіз маман емессіз, сол себептен бұл жерде бір ортақ байланыс, бір талдау деген біз үшін қиын болады. Жақсы. Джеймс Гиффинге леспеуі де мүмкін еді. Басқа осындай, мен кеңесші болып жүргенде 90-шы жылда, маған да келді осындай алаяқтар. Мен алып кіруім мүмкін еді, Гиффинді де басқаларды аттары шығып жүрген Назарбаевқа. Сонысын кейін, Нұреке, осындай жағдай деп, білдіңіз бе? Сол себептен оның өзінің табиғаты шірік. Сіздің өзіңіздің позицияңыз қандай? Пророссийский ма, әлде проамериканский позициядасыз ба? Менікі ма? Иә, өзіңіз. Қазақшыл, ұлтшыл, қазақ мемлекетшіл, бәрімен есепте болуымыз керек. Ол не деген? Біздің қазір деген ол проамерикандық болу, проорыс болу, тағы бірдеме болу. Біздің шамамыз жоқ. Қазір 80% ұрылардың қолында. Кімге бізді сатам десе, сатып жібереді. Бұл деген мен үшін ол күлкілі сұрақ. Сіз 2000 жылдары баспасөзді қарап шықтым, бизнеске рейдерлік жасау мәселесімен тікелей айналысыпсыз. Сол кезде неге көзіңіз неге жетті? Рейдерлікті кімдер жасады? Ұры топтар бірінен бірі тартып алып атты. Ұры топтардың өзі. Биік деңгейден. Назарбаевтың өзі талай біріне бірін жіберіп, біріне бірін салып, оның әулетінің ішінде бір-біріне рейдерлік жүрді. Назарбаевқа айттыңыз сол кезде, осылай рейдерлік белең алып баратыр, осымен күресуіміз керек деп. Ол өзі жасап отыр ғой. Мен тапсырма беремін дейді. Оның реакциясы қандай? Оны ресми түрде біз парламенттің мінберінде талай сұраулар қойып, сауалдар қойып, депутаттық бәрін тапсырып бергендей, соны соң анаған тапсырады, маған тапсырады дейді. Сиыр құймық жақтатып, жоқ қылады. Оны өзі ұйымдастырып отыр ғой Назарбаев. Назарбаевтың айланасы рейдерлік деген ол Назарбаевтың саясатының бірі болды ғой мүмкіндер. Негізгісі де. Ел алдында жүрген адамдар, үлкен кісілер Назарбаевтың карьерасын үшке бөліп қарайды. 2000 жылға дейін, 2000 жылдан кейін. Мәселен, 2000 жылы Назарбаев билікті кімге беріп кетуі керек еді? Егер сол кезде беріп кеткен кезде, Заманбек те, Алтынбек те ажал құшпайтын еді. Тағы бір топ бар.
Назарбаев билікті 2010 жылы беріп кету керек еді дейді. Сол 2010 жылы билікті кімге қалдырып кету керек еді? Назарбаевтың құлқыны араны ашылды. Ол деген ешкімге беріп кету деген ой оған келмеді. Халық сайлаудан тыс қалды, ешқандай ықпал жүргізе алмайды. Мына мұғалімдер, мектептер арқылы өтірік сайлауды бұл деген енді әбден енді бір жазық, бір керемет сара жолға қойды да. Сол себептен оп-оңай президент болып кетеді. Ол нағылат ойланып, ол ойланбаған нәрсеге біз басымызды не қыламыз қатырып. Енді боларыс болды ғой енді аға. Боларыс болды, уақыт өтті десек те. 2000 жылы қандай тұлға осы ел басқаруға лайық болып тұр еді? Оны 2000 жылы соның алдына сайлау болған Серік болсын Әбділдин ағамыз оны жеңіп кеткен сайлауда. Сайлау өтірік болды, нәтижесі өзіне керекті нәтижесі болды. Міне, Әбділдин жеңіп кетсе, біз деген міне бір 5 жыл, 10 жыл ол кісі басқарып берсе, ақылды, білімді, ұлтжанды, нағыз ғалым, әрине Қазақстанның жағдайы мүлдем басқа болар еді. Бірақ енді бұл сол кезде Серік болсын Әбділдин болғанда дейсіз ғой. Әрине енді бәр жағынан соғысы келіп тұрды, оппозиция да болды, сайлауға түсті, бірақ оған жол бермеді. Ал 2010 жылы? 2010 жылы қызына беріп кетер еді. Қызы ма, кімі енді? Қызы болмаса басқа кім, қандай саяси тұлға? Жоқ, ешкімге ол деген сайлау дегенді құртты ғой. Қылмысқа батты, мүмкін емес. Басқа бөтен біреуге беру мүмкін емес. Ал Қасым Жомартқа мына 19 жылы билікті бергені, бұл енді Қасым Жомарт Кемелұлы ылғи енді айтқанынан шықпай сөйтіп жүрген саясаткер ғой, өзі мәдениетті, халықаралық жағдайдың енді мамандары дегендей. Бұл кісі ойлады енді осылай болдырам, айтқанда өзі мына қызы, інілері кішкене дайын болмай қалды. Сол себептен кішкене мына Қасым Жомарт кішкене отыра тұрсын, дайындалып олайын деп, сол дайындыққа уақыт алған ғой. Бірақ Қасекең мінез көрсетіп кетті. Үлкен әріптестер мүмкін Путинмен тіл табысқан шығар, басқалармен. Енді естуімше, әлгі кеше Шабдарбаев айтып отыр ғой, әлгі Ақордаға Масимов пен Нұрлан Нигматуллин екеуі кіріп келді деп. Кіріп келді. Енді олар ойлады, ойбай, міне 20 мыңды сол жағы кәрімдер шығарған болар, 20 мың деген террорист келді деп сөйтіп зәресін алып, қорқытып, сыртқа ұшырып жібермекші болды ғой. Қасекең деген алдын ала әрекет жасап, менің естуімше Патрушев деген қауіпсіздік кеңесінің Ресейдің басшысы жай қарсы алған екен дейді. Бұл да бір енді аңыз әңгіме ғой. Біз енді сосын бәрін білуіміз керек. Ел болып, парламент, парламентте отырған жигулилер осыны бізге білу керек. Міндетті олар. Бұл қайталанбас үшін, халқымыз тағы бір жаман нәрсеге ұшырамас үшін, жигулилер депутатпын деп өздерін санаса, осы мәселенің сұрағын кім, қалай болды, кім сатты, кім басында тұрды? Жаңа сұрағымыз нақтылық, 2010 жылы кім президент болу мүмкін еді, егер Назарбаев биліктен кетсе? 2000 жылы айттық қой. 2010-да. 2010-да енді есі дұрыс адамды Назарбаев жібермес еді. Мысалы, есі дұрыс адам кімдер барады ол кезде? Бар ғой. Мысалы, енді бірнешеуін атайық, біреуін айтсақ, әділетсіздік болар. Балташ ағамыз. Тұрсынбаев. Балташ Тұрсынбаев. Мысалы, мен өткен жолда айтып жүрмін, мен өте биік Ғазиз Алдамжаровты бағалаймын. Ол кісілер бастап кетсе, өтті адал таза адамдар
өте таза адамдар. Сосын Иманғали Тасмағамбетов енді өте пысық жігіт қой. Халық сайлау арқылы өтсе, халық сайлауы. Таза сайлау арқылы. Әрине басқа Иманғали билікте отырады. Мен оны бір YouTube интервьюмда айтқаным бар. Осы Иманғали туралы әңгіме болып кетті бір рет Назарбаевтың кабинетінде 2006 ма екен, 2007 жыл. Назарбаевтың кабинетінде? Әңгімені Назарбаев өзі көтерді. Иманғали Нұротанды басқарғысы келеді екен деп, кішкене ұнатпағандай. Мені сол қайшы қойғысы келді ме екен, мен енді кейбірде Иманғалиді жақтырамай қалатын жерлерім болды енді. Менің де мінезім бұлай әлгі тамаша болып тұрған жері жоқ дегендей. Яғни өзіне конкурент ретінде көрді, е? Енді әрине көрді. Мен айттым, енді Нұреке, Иманғали тек Нұр Отан емес, ел арасында сөз бар, президент болады, болашақ деген солдай сөздерді болды. Маған қарады. Мен маған айтса, маған қойса болсын дедім. Сайлауға түссін, халықтан шынайы сайлауда, таза сайлауда жеңіп шығатын болса дедім. Болсын. Онда халық арқылы жүрсе дедім, сіздің де қадіріңізді білет, мені де ағасын ұмытпайды. Себебі менде Құдайға тәубе, ел арасында атым бар. Ал президент деген, Серік аға деп тұрса, президенттің ағасы болу деген ол президенттің кем емес. Ал әлгі не арқылы, әлгі ОДКБ арқылы, ШТБ ма қандай неше түрлі КГБ арқылы президент болу, ол нағылады. Серік Абдрахмановты нағылады, Назарбаевты нағылады, халықты нағылады. Міне, біз деген қазір бас мақсат осы Тоқаев болмаса ұрылардың бір өкілі болар еді. Олар деген енді алаяқтар, білдіңіз бе? Сол себептен барынша барды құлатпай, Тоқаевқа кет, тағы басқа демей, Тоқаевты дегенмен мен халыққа шақырып жүрмін. Халыққа сүйеніңіз деп. Бұл қолдаудың ең биік несі. Мен жағымпаз емеспін. Одан бірдеме дәметіп жүрген жоқпын. Қазір менің өзім заңды құқықтарымды мен қорғай алмай жүрмін. Менің өзімді мына менттер шөтшікке қойғысы келеді. Жоқ жерде, заңсыз, қоқаң-лоқы маған. Сол себептен мен әлгі президентке ұмтылып, атымды шығарып, мінез көрсеткенім. Парламентке де шығып, мінез көрсетіп жүргенім сол. Менттер, мен Серік Абдрахманов әлі Құдай тәубе, денсаулық бар, күш бар, білім бар, мен алжыған шал емеспін, құлдырап тұрған. Міне, мені тіркемейтіндеріне білдім. Мен парламентке жетіп, парламентте отырсам, өрді премьерді талайды жылатам, халықты көтерім. Мен саясаткермін. Мына таңбаның берілген құзыретін мен толық пайдаланар едім. Мен Жигули емеспін. Мені жібермеді. Мені бір Жигули жеңді. Мені жеңген Жигули әрі бір рет мінберге шыққан жоқ. Масқара ғой. Абдрахмановты жеңген депутат, о қалай өзін депутаттың дейді. Сол себептен менде мына билікке арамдық жоқ. Мент дедім ғой, қазір көп жағдайда билік менттерде. Ақылға шақыру, халыққа шақыру сол позициясындасыз. Ертең осы талай генералдар осы Кәрімнің жанына барады. Ана Сағынбаев премьер болып жүргенде бір үлкен мәжілісте Назарбаев әлгі тапсырған инвестицияларды ары бері бұрмалап, Сағынтаев бет? Сағынтаев. Алматы әкімі. Сағынтаев. Бір ашулан үлкен мәжіліс, үлкен инвесторларды алып келіп отырсам, ол кезде ол бірінші орынбасар ойнай бастады. Анаған әкіреңдеп, инвесторға тиісіп, мүлдем ниет жоқ. Инвестор ақшасын алып келіп, Алакөл мен Талдықорғанның арасында жол салып берем деп тұр, 2015. Сөйтсе, Сағынтаев. Оны да кеудесіне етер жіберді. Кеудесіне емес, менің көзімше, өңкөй өкімет жиналған бір 40 адам емес. Сонша атпырды айттым, Бақытжан дедім, сен Серік Ахметтің артынан кетесің дедім. Сіз деген енді саясаттандырмаңыз әңгімені дейді. Саясаттандырам дедім. Саясат алаңдарға шығып кетпес үшін мен өшерде саясаттарым. Не?
үлкен адам, инвестор ақшасын алып келіп отыр, сен әкірің дейсің. Сөйтіп бір ашу білдіргенім бар. Бұлардың бәрі сол ойнап отыр, бәрі ойнап. Сіз өзіңіз президенттікке түсуге ниет жоспар болды ғой өзіңізде? Иә, ниет болды, арыз да бердім, қағаз да бердім. Қай жылы бердіңіз? Осы өткен неде? Өткен сайлауда. Президенттікке бердіңіз? Иә, президентке де бердім, соң кейін парламентке де бердім. Назарбаевтың тұсында ондай ниет жоспар болған жоқ па? Енді Назарбаевтың тұсында біздің сайлау округынан Алтынбек пен Заманбек шықты ғой. Иә, менің о кезде кәрі шешем айтты ғой, балам деді, Нұрсұлтан сені де аямайды деді. Ар ойланып, бер ойланып енді. Яғни мен сұхбаттарыңызды тыңдап жүрмін. Сонда бұрынғы ескі жүйе кезіндегі сұхбаттарыңызды қарап шықтым. Сол кезде арагідік айтып қаласыз. Назарбаевты қолдайтыныңызды пікірлеріңіздің ішінде айтып қаласыз. Сосын нұротандықтар Назарбаевты 100% қолдаса, мен 70% қорғаймын, қолдаймын деген пікіріңіз де бар. Бұл жаңа айтып отырсыз ғой, заңдылық әрі маневр сияқты да енді. Жаңа Алтынбек, Заманбек ағаларымыздың басында болған жағдай, түсінікті жағдай. Яғни сіз Назарбаевтың қаһарына ұшырап кетуден сақтандыңыз. Солай ма? Бұл былай. Мен депутат болдым. Халықтан дауыс алып. Халықтың берген дауысын бұлалар мәжбүр болды мойындауға. Халық сайлау округынан анау Кеген, Нарынқол, Шелек, Шонжы жақтан сайландым. Сонда халықтың аманаты, Серік, сенің мінезіңді білеміз, ақсақалдар о кезде. Балам, сен ана Назарбайды қолда, бірақ анан айт, мынан айт. Білдіңіз ба? Мен аспаннан түскен жоқпын ғой. Мені бір ұрылар сайласа, ол менде бір тақырып тауып аптырып, әшейін қызыл кеңірдек, айғайлап, әлгі жағамды жыртып шығар едім ғой. Мені халық сайлап, аманаты сол. Сол себептен кейбірді 60, кейбірді 70% қолдайым, бірақ айтам, міне сондай болдым. Компромистік түрде. Кейбір қолдайтын тұстарыңыз болды ғой Назарбаев? Әрине. Сосын жаңа сөзіңізде Нығматуллин мен Мәсімов туралы айтып қалдыңыз. Тоқаевқа екеуі кіріп, орынды босат деп айтқанымыз. Шабдарбаевтың айтуы бойынша. Шабдарбаевтың айтқаны. Енді Мәсімовтің жағдайы белгілі. Нығматуллин сондай қадамға баруы мүмкін ба? Бәрі мүмкін ғой, енді оп-оңай президент. Ал ол неге қазір жазаланбай отыр? Неге кім Назарбаев Нығматуллин жазаланбай отыр? Назарбаев, Нұрсұлтан неге жазаланбай отыр? Ол бас ұры, бас қанішер Нұрсұлтан Назарбаев. Сол себептен ата заңымыз былай айтқанда істен шығып қалды. Бас прокуратура неғып іс қозғамайды деген сөз. Қозғай алмайды. Әңгіме бас прокурордың жамандығында емес, бас прокурорға құзырет бермеген. Мына Назарбаевтың бар кезінде мынандай бір дәстүр шешім қабылдау. Біреуді жазалай ма, бір үлкен шаруаны енді былай айтқанда шешімін, саяси шешім жоқ. Саяси шешім. Демек, ананы қамаламады десе, саяси шешім болған жоқ. Біреуді қамап жатады, саяси шешім. Демек, Назарбаев рұқсат бермеген қамауға, бір жағдайда қамалсын деген білдіңіз ба? Демек, ата заң істемейді, билік жағы тараулары, тармақтары жоқ бізде. Әлгі мен сол өткен нелерде бізді Қазақстанды қозу билеп кетті деп сөйтіп айтатынмын анау. Владимир Васильевич, Ни бар, тағы басқалар бар. Мына кімдер, әлгі Нұртай бар, мына Ахмет, солардың бәрі қазу ғой, қоймашылар. Деңгейлері мүлдем жоқ. Міне солар биледі ғой. Ана Нұрекеңді мақтап қояды да, бір адамды басқа пікірмен жеткізбейді. Мен енді депутат болып жүргенде кіріп кететінмін. Қабылдайтын. Назарбаев кейде өзі шақырып мені, Серік айтшы, халық не дейді. Міне сонда айтатынды айтып алатынмын. Қазіргі парламентке, қазіргі мәжіліске не жетпейді деп ойлайсыз? Сіздің кезіңізбен қазіргі мәжіліске халықтың дауысы жетпейді. Қалғанның бәрі жетіп тұр.
жалақылар бар, кабинеттері бар, астына мінген көліктері, сарайларда отырады, бәрі бар. Мажоритарлы методпен сайланды біраз депутаттар. Соның ішінде Бәпи мырза да бар. Бәпи мырзаға деген көзқарасыңызды 2019 жыл бір жеткізіпсіз, яғни биліктің бір жобасы деп, сондай сарында. Әлі сол ойыңызда тұрсыз ғой? Енді Бәпи де, Ренат та қазір өзінің депутаттығын көрсетілмей отыр. Кішкене өздерінің тәжірибесі жетпей отыр ма? Жоқ, бір шартты жағдайда сол неге барды ма? Бір еркін адамды өткізген жоқ деген пікірдемін. Кландық жүйе туралы әңгіме әлі азаймай тұр. Кешегі қаңтар оқиғасында сол кландар тартысының жемісі. Кландар туралы айтқан кезде трайбалистік, яғни жершілдік, рушылдық сипат қылаң береді. Бұның бастауы қайда жатыр? Бір депутат болған кезінде Серікбай Әлібаев деген кісі осы қазақ қоғамының трайбализмінің бастауында Қонаевтың өзі тұр деп айтып қалды. Бұл аз да болса шындыққа жанаса ма? Менің жауабым былай болады. Бұл біздің қазақтың трайбализмінде сонау Ресей патшалығынан бастап орталық партия комитеті КПСС солар отырды. Үшке бөліп, сонысын кейін ана белсенділерін біресе бір жақты, біресе екінші жақ, үшінші жақты сөйтіп біріне жақындатып, нетіп, сөйтіп үшке бөліп отырған трайбалистік, бұлай айтқанда орталықтың басқару тәсілдерінің бірі болды. Бөлінмейін десе бөліп отырды. Оны Қонаев та ескеруге мәжбүр болды. Олар кім отырды? Демекең өзі отырды, Байкен Әшімұлы орта жүзден отырды, Саттар Имашев кіші жүзден отыр. Бұл бір адамға бағынған. Демократия жоқ, халыққа сүйенбеген биліктердің бәрінде бұндай. Таныстық, тамыр, кландық, жүздік, трайбалистік деп айтамыз. Мысалы, демократиялық жолда біздің әлгі қандасымыз Аман Төлеев Кемеровада 1% қазақ жоқ, Кемеров ол қанша жыл губернатор болды. Бұл ауру сырттан енгізілген, сыртқа басқару үшін керек болды. Соны бұл әлі де ақырын келе жатыр. Назарбаев та пайдаланбады ма? Пайдаланды олар. Шапырашыларын тартты, ол ойлады. Шапырашылар менімен бірге жауға да бәрі сатып кетті ғой, бәрі сатып кетті. Оны мен талай айтқам. Бана осы Нұртай, Ахметжан, ана Терещенкінің атын айтпа. Нұрке осы бұзауларын ағыласыз жаныңызда. Ел осылар жаныңызда көреді, күледі деп. Қолдарын іштеме келмейді. Не айтты сол кезде? Сатып кетеді дедім. Ашық сөздерімде мынандай бар. Нұрке, әлгі бір Құдай басқа күн туса, жаныңызда бір адам жоқ, ой халқым деп ел алдына шығады. Сол себептен мына біздің бүгінде жоқ. Елордада идеологтар ел алдына шыға алмайды. Өткенде жақында осы Қуандық Бишімбаев министр болды ғой. Енді ол әйелін жақында өлтіріп алды. Не үшін, қалай, оған біз қозғалмаймыз. Оған хайып жасаудан аулақпыз. Сол министр 10 жыл түрмеге қамалған болатын, мемлекет қаржысын жымқырды деп. Бірақ бір жылдан кейін босап шықты. Осы жайттар біздің көзімізді мына нәрсеге жеткізді. Яғни бір коррупционер қамалса, 10 коррупционер пайда болады. Ол коррупционер коронавирустан да жаман, яғни ол түрмеден шығу үшін тағы 10 адамды коррупционер қылады да. Түсініп отырсыз ғой. Сонда айтпағым, коррупционерлердің алдында заң қауқарсыз. Жаңа өзіңіз айтып отқан ұрылар, Назарбаев, оның әулеті, олар халықтың ақысын жеді, қанша адамның көз жасына, ажалына, бейнетіне себеп болды. Елге тізесі батқан осындай қиянатшыл тұлғаларға іштей ренжіп қана қоймай, публичный түрде қарғыс айту акциясын ұйымдастыруға болатын шығар бәлкім. Қазақтың өз дәстүрінде де кездеседі, жаңағы теріс бата беру. Теріс бата беру деген ең жазаның ауыр түрі болған. Енді елдің көңілін, ата-ананың көңілін қалдырған адамдарға теріс бата берген. Енді сіз елдің ақсақалысыз,
аузыңыз дуалы, елдің алдында арыңыз таса, абыройыңыз бар. Сіз сондай елдің көңілін қалдырған, сенімнен шыққан адамдарға қандай теріс бата берер едіңіз? Ең бірінші ақсақалдарды, әлгі баташыл, әлгі жасанды ақсақалдар бар, әкімдер, сол ақсақал деген атақ беріп қойған, жаңағы жалтақтап сол көзінің қиығымен жаңа әкімнің қабағына қарап тұрып бата беретіндер. Адал таза ақсақалдарды мен шақырар едім. Теріс бата, қарғысты мына бүгінгі мұғалімдерге, мына дауысымызды ұрлап, билікті жойып жүрген мұғалімдер. Енді олар тапсырманы орындады ғой. Енді ана қанша. Содан бастау керек. Қарғыс деген сол ғой. Теріс бата. Ол бармаймын, тапсырысты орындамайым десе, оның басын кім алыр? Ол байғұстар енді жоқ, олар деген өте ауыр қылмысқа барып отыр. Міне бата, теріс бата, міне осындай жаңағы көйлегінің астына тығып, бюллетендер тығып, мына дауысты ұрлап жүргендер осы теріс бата. Олар деген осымен ақ оларды емдеп шығаруға болады. Ана ұрыларға ше, ана ұрыларға сөйтіп жаңағы теріс бата қарғыс арқылы сайлауды түзіп, дүниеге халықты билікке келтіруіміз керек. Парламентте халық өкілдері отыру керек, халық қалаулылар отыру керек. Олар деген баратта сотты түзейді. Қазір сіз адвокат болып ақырын бір соттың бір дәліздерінде бір жүргіз, бір жарты сағат, бір сағат. Тура сол жерде барахолка өтіп атқанына көзіңіз жетеді. Кім қанша алады? Қай сот, прокурор, тергеуші, нағыз барахолка. Сол себептен оны деген біреуді қамауға алып, 10-ды, 1000-ды қамауға алып, ол деген түзелмейтін. Жүйені, билікті реттеуіміз керек. Билікті халыққа қайтаруымыз керек. Менің ұраным сол. Қарғыс, теріс батаны сол ана мұғалімдерден бастау керек. Назарбаевқа не айтасыз? Жүрегім айнайды Назарбаевтың атын айтсам да түрін көргім келмейді. Барлық көрерін көрді. Беті жоқ елге шығуға. Беті жоқ. Алаяқ. Нағыз. Сол себептен енді қараң өшсін дегім келеді. Қараң өшсін. Көргім келмейді. Соның атымен қазір көп нәрсені ұстап тұр. Бізді құлдықта, билік халықты құлдықта, билікті халдықта ұстап отыр сонымен. Теріс бата аттар өшсін. Аттар өшсін. Өздерінің аттар өшсін. Құдайдан оларға жетіп атыр. Талайларына мен осы бір ажуланып, ренжіп талайлары сол түрмеге отырды. Әлі отырады сол ұрылардың. Қазір Тоқаевпен кездесуге сізге мүмкіндік туды дейік. Оған қандай ақыл айтасыз? Не сұрайсыз? Мен өзім ештеме сұрамаймын. Халыққа жақын болыңыз деп өзім дәлелдерімді келтірем. Қасеке, ештемеден жасқанбаңыз. Халық алдында бір жіберген қателіктер болса да оны айтып, ел алдына шығып айтсаңыз, кешірім сұрасаңыз, халық біздің кең. Бірақ нәрсе, халық сайлау керек парламентте. Халықпен болыңыз. Содан кейін ғана мемлекетіміз реттеледі. Серік аға, ашық сұхбаттасқаныңыз үшін мың алғыс. Құдай сізге қуат берсін. Қадірлі Адал Адам YouTube арнасының көрермені, бізді ден қойып тыңдағаныңызға көп рахмет. Біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.